Астанаға қалашын сүйретіп қызда келді. Жұмыс сабақ деп жүріп, уақыт деген зымырап өтіп жатты. Талғат нағашымның үйіне қоңырау шалып мені сұрайтын. Бастапқыда мені жоқ деп айта салыңыздаршы дейтінмін. Нағашы жеңге менің сәтсіз аяқталған махаббатымнан хабардар еді. Ол кісі барлығына түсініспен қарап, жаным-ау, әлі жассың ғой, сен ешкімнен де кем емессің. Ата-анаң да адал, еңбекқор керемет адамдар. Осы себепті басыңды тігісті, оқуыңды, жарқын болашағыңды ойла деп, маған ақыл кеңесін айтып, көп қолды көрсете білді. Өйткені мен қалаға келіп жүгенсіз кеткен қыздардан емес едім. Ағашылар менің бір ерсі қылығымды көрген емес еді. Әкемнің үмітін ақтаймын, ұятқа қалдырмаймын деп, бар ықыласым тек оқуда болды. Талғат сол студенттік өмірімнің жарқын бір бөлігі еді. Кейін Айнұрға енді Талғат қоңырау шалып мені сұрайтын болса, ол ауылына тұрмысқа шығып кетті деп айтшы дедім. Сөйтіп, Талғаттың үмітін мүлде сөндіріп тастағандай болдым. Бұл өште маған ауыр болғаны мен осылай жасауға мәжбүр болдым. Содан кейін Талғат мүлде хабарласпай, сол кеткеннен мол кетті. Солай дегеніммен Талғатты іштей қимайтынмын. Кейде қатты жалғызсырап, оны сағынатынмын. Сондай кездері оны ұмыту үшін анасының сөздерін есіме алатынмын. Анасының сөздері есіме түссе болды. Кеудемді ашу ыза кернейтін. Осылай санамдағы ойлардың сан рет арпалысқан кездер көп болды. Уақыт өте келе, оны да ақырындап ұмыта бастадым. Күнді жұмыста, тесттен кейін сабағыма барып жүрдім. Талғатты ұмыту үшін бар жігерімді салып жұмыс істеп, басшылықтың көзіне түсіп, көңілдерінен шыға бастадым. Осылайша сату маманнан менеджерге дейін көтерілдім. Табысым да арта бастады. Бизнестің қыр-сырын жетік меңгере бастадым. Магистратураны аяқтағаннан кейін жұмыс орнымда бір бөлімнің басшысы болып тағайындалдым. Шетелге іс-сапарға шығып, жер көріп, ел көре бастадым. Дүние танымым кеңейіп, бойымда баяғы ауылдың қызынан ештеме қалмады. Нағыз іскер ханымға айналып шыға келдім. Осы кезде әріптес дос-жаран арасынан маған көз салып, сөз салған жігіттер болды. Алайда ешқайсысы көңіліме жақпады. Сөз салған жігіттерге кекесінмен масқылдап жауап беріп, артынан жүгіртіп, кейбірін үміттендіріп қойып, кейін жоқ деп жауап беретінмін. Осылай жүргенімде жасымда ұлғайып, 25-пен қоштасып, 26-ға қараған шағымда анам хабарласқан сайын: қызым-ау, қашан тұрмыс құрасың? Жасыңда өтіп барады. Жалғыздық жаратқанға ғана жарасқан дегендей сөз салған жігіттердің барлығының бетін қайтара бермей сөйлесіп көрсеңші. Кейін өздеріңді кездестіру қиын болады ғой деп айтатын болды. Содан ата-анамның сөздері әсер етті ме, өзім де ойлана келе, енді сөз салған жігітпен сөйлесіп көрейінші деп шештім. Осылай жүргенімде өзімен көптен бері бірге жұмыс істейтін Ғалымжан деген жігіт болатын. Бойы ұзын, кең иықты, жауырыны қақпақтай, баяғының батырларына ұқсайтын бидай өңді сымбатты жігіт болатын. Жұмыстағы көп қыз келіншектер Ғалымжандарына келе қалса соған қылмыңдап тұратын. Сол Ғалым жаңа әріптестермен атап өтіп жатқан жаңа жыл кешінде мені көптен бері ұнататындығын айтып көңілін білдірді. Мен одан бұндай қадамды күтпеген едім. Өйткені бұрын-соңды оның тарапынан маған деген қызығушылығын, сезім, әрекет, көзқарасын байқамаппын. Ғалым тауар жіберетін бөлімде складта жұмыс жасайтын. Мен үшін жұмыстағы әріптестердің бірі ғана, көрген жерде сәлеміміз түзу болатын. Осы кеште бұрын байқамаған екем. Онымен бетпе-бет келгенде оның жүзінен Талғатқа ұқсастығын байқадым. Жымиып күлгенде бетінде пайда болатын шақашығы, қоңыр көздері. Аққұба өңі тіпті шашының түсі де Талғаттікіндей қоңырқай жылдырап тұратын. Жаман жігіт емес секілді көрініп, онымен сөйлесіп көруге бел будым. Жұмысқа тұрғалы, осы жылғы жаңа жыл менің алдағы өміріме үлкен өзгеріс әкелетіндей, бір жақсылықты көңілім сезгендей болды. Осы жылғы кештен үйге көңілді оралдым. Сол кештен кейін Ғалым екеуміздің жұмыстағы қарым-қатынасымыз өзгере бастады. Екеуміз түскі асқа бірге баратын болдық. Сәйкестік пе әлде жүрегіміз қалап тұрды ма? Әйтеуір екеуміз кешке жұмыстан бірге шығып қаламыз. Ол пәтер жалдап жалғыз тұрады екен. Екеуміз кешкі асты Астананы қыдырып, кешкі асты ішіп, көңіл шырастыра бастадық. Ғалымның ата-анасы
Астананың маңындағы бір ауылда тұрады екен. Қолдарында інісі мен келіні бар екен. Әпкесі басқа қалаға тұрмысқа шыққан. Ол да отбасылы, қарапайым адамдар екен. Осы жерде санама сіңіп қалған Талғаттың анасының сөзі есіме түсті. Тең-теңімен, тезек қабымен дегендей. Менің отбасыма тең екен ғой деп ойладым. Өзім жоғары білімді, іскер адам болса да, өз-өзімді неге бұлай бағалайтынымды білмедім. Сырттай өз-өзіме сенімді көрінгенімен, іштей осылай ойлайды екенмін. Содан екеуміз жақын танысып, сырласып сөйлесе бастадық. Ғалымнан неге осы уақытқа дейін үйленбегенсің деп сұрасам, жасыратыны жоқ. Ұнатқан адамым болды. Онымен азаматтық некеде біраз уақыт бірге тұрдық. Алайда үйлендік деп жүргенімізбен ол мансап қуып, басқа жаққа кетіп қалды деп өткен өмір жайлы көп айтқысы келмеді. Мен де ары қарай қазбалай беруді жөн көрмедім. Содан екеуміз бір-бірімізді ұнатып, көңіл қосып, көктем айында отбасын құруға бел байладық. Ата-анам ауылдан жөн-жаралғысын жасап, үйден ұзатып салды. Ғалымның үйіне келін болып түскеннен кейін, бір айдан кейін Астанаға Ғалымның жалдамалы пәтеріне келіп тұра бастадық. Таңертең жұмысқа бірге барамыз, кешке бірге қайтамыз. Отбасылық өміріміз бір сартпен жүріп жатты. Көп ұзамай менің аяғым ауырлады. Бұныма күйеуім қатты қуанды. Ауылдан ата-енемде жиі келіп тұратын. Содан мені декреттік демалысқа шығып үйде отырдым. Босануға керек жарағымды алып, дайындалып жүрген болатынмын. Бір күні үйге аяқ астынан енем келіп қалды. Түнде ыңғайсыз жатып, ай күнім жақындаған сайын жүріп тұруым қиындап, түнімен ұйықтай алмай, сол күні ұйықтап қалыппын. Ғалым таңертең өзі тұрып таңғасын ішіп, ас бөлмені жинамай, асығып, жұмысқа шығып кеткен ау. Үстелдің үсті шашылып жатыр екен. Есікті ашып енемді қарсы алған соң, қонақ бөлмеге өте беріңіз дедім де, жуынатын бөлмеге кіріп кеттім. Беті қолымды жуып шықсам, енем ас үйдегі үстелдің үстін жинап жатыр екен. Мен кіре сала, мама, сіз отыра беріңіз, қазір өзім жинап шай қоямын деп едім. Енем жақтырмаған сыңаймен маған қарап, түске дейін ұйықтап жатырсың ба айналайын? Ғалымға таңғы ас бергенсің бе өзі? Әлде аш кетме жұмысқа деді. Босанатын уақытым жақындаған сайын ұйықтай алмай жүрмін. Таңға жуық ұйықтап кетіппін. Өзі шай ішіп кетіпті деп едім. Енем бір күрсініп алды да. Мен үш перзент әкелдім. Аяғым ауыр болғанда да таңертең ерте тұрып, папаңа таңғы асын беріп, оны ешқашан аш құрсақ жұмысқа жіберген емеспін. Аяғың ауыр сен ғана емессің ғой. Ертең бала тусаң, мүлде жататын шығарсың дегенде, мен сөзден тосылып, не айтарымды да білмей қалдым. Сол күннен бастап енем екеуміздің сөзіміз жараспайтын болды. Одан қалса, енем Ғалымға да мені, әйелің жатаған жалқа опақ, салақ, баяғы жадыра жақсы еді. Үй тіршілігіне деп пысық, тірлігі де шапшаң еді деп мені Ғалымның азаматтық некедегі әйелмен салыстырып, құлағын бұрай береді екен. Бұны мен босанғаннан кейін түсіндім. Ай күнім жетіп, 12 сағат толғатып қатты қиналдым. Сонда енем, және кәрі қыз болған соң туалмай жатыр деп және айтыпты. Сөйтіп, сәби ірі болған соң оның үстіне қан қысымым көтеріліп кетіп, мені дәрігерлер кезі тілігімен босандырып алды. Өмірге балпанақтай қыз баланы әкелдім. Наркоздан есімді рең жиып, сәбиімді іздедім. Жан сақтау бөліміндегі медбике Гүлнұр ханым, уайымдамаңыз. Қызыңыз балалар бөлімінде палатаға шыққан соң, жаныңызға әкеліп береді деген соң, жүрегім орны түсті. Сөйтіп әбден кеш болғанда палатаға шығарып, сәбиімді қолыма алдым. Жанарыма жас үйіріліп, аналық сезімім оянды. Ғалым хабарласып, хал жағдайымды біліп, төмен жақтан сәбидің жайлықтары мен ыстық тамақ беріп жібергенін айтты. Сөйтіп, жағдайымыз дұрысталған соң, ауруханадан шықтық. Ауылдан ата-анам, әпкелерім мен жеңгелерім келіп, бір қауым ел болып шығарып алды. Енемдер үйде ет асып, дастархан жайып қойыпты. Анамдар бір күн қонып, ертесінде қайтатын болды. Екінші әпкем, жанымда біраз болайын деп еді, енем, өзім қараймын. 40-нан шығарамын, уайымдамаңыздар деген соң, ол да қайтып кетті. Сөйтіп енем біздікінде қалды. 40-нан шығуға көмектесемін деген енем, бала қарауды ұмытып қалыппын. Нәзипаш босанған соң өз баласын өзі шомылдырып, өзі қарады деп, енемені емес, мен енемді күттім. Жеңгелеріммен, әпкелермен хабарласа отырып, мамамнан бар ақыл сұрап, қызымды
Күндігі түскен соң өзім шомылдырып, өзім қарадым. Ғалым таңертең ерте кетіп, кешке кеш келетін. Үйде енем екеуміз ғана боламыз. Ол кісі маған өйтесің, бөйтесің дегеннен басқа не балаға қарап жарытпады, не маған дұрыс демалып күтінуіме мүмкіндік бермеді. Бөлмеме кіріп бала емізіп жатып ұйықтап кетем. Сондай кезде Гүлнұр шықсаңшы шай ішейік деп есігімді тақылдатып оятып алады. Содан бір күн ыстығым көтеріліп, қатты ауырып қалдым. Таңертең басымды көтере алмай әзер тұрдым. Төсектің жанындағы сөреден дәрі алып ішейін десем су жоқ екен. Содан әзер тұрып есікке жақындағанда күбірлесіп сөйлесіп жатқан енем мен күйеуімнің дауысын естіп қалдым. Сөйтсем енем, сенің қатын ғана ма бала туған? Ана келін Нәзипашта туа салып баланы қарап, үйдің тіршілігінде жасап жүрді емес пе? Өлген жоқ. Сенің қатының жалқау, бос деген секілді әңгімелер айтып жатыр екен. Ал күйеуім болса, мама қойыңызшы, кеше ғана ғой босанғаны. Есін жиып алсында деп жауап қайтарып еді енем. Баланы жастан, қатынды бастан деген, отыр енді таңғы асыңды өзің жасап ішіп, ыдыс жуып. Қатын не керек олай болса деп жатыр еді, менің шыдамның шегізілді. Өз-өзімді ұстай алмай қалдым. Бөлмеден атып шығып, мама болды, жетер енді. Ұлыңызды неге маған қарай қайрап отырсыз? Неге біздің отбасылық өмірімізге араласа бересіз? Маған көмектеспесеңіз де тыныштық беріңіз деп айқайлап жіберіп едім. Енем, әй келін, сен орныңды біл, сен кімсің маған айқайлайтын? Мені қуып жатырсың ба деп түрі түтігіп кетті. Осы кезде ғалым ұшып тұрып, күтпеген жерден жұдырықпен бір ұрғанында мен анадай жерге ұшып түсіп, есімді жоғалттым. Содан көзім көгеріп 39-40 градус температурамен жедел жәрдем келіп, көмек көрсетіп, ыстығым түскен соң есімді жидым. Сөйтсем, енемен жолдасым мені бас айналып құлап, бетін соғып алды депті. Мен үндемедім. Ләмим деп үн қатпадым. Барлығын ішке жұттым. Жолдасым аяқ жағымда кешірім сұрап, жалынып, шалпайып отыр. Енем болса, қызымды алып қонақ бөлмеде отыр екен. Сол күні орнымнан тұрмадым. Жүрегім қысылып, үнсіз қыстыға жыладым. Бір кезде енем кіріп, қызымды жаныма жатқызып, Гүлнұр, баланың қарны ашты, емізсесің ғой деймін. Мен жиналып қойдым. Ғалым автобекетке шығарып салады. Ауылға қайтамын деп еді, мен үндемедім. Қызыма омырауымды беріп шата бердім. Бір кезде сыртқы есік сырт етіп жабылды. Енем мен ғалым шығып кеткен соң, мен дереу орнынан тұрдым да, өзіме қажетті құжаттар мен қызымның жайлықтарын алдым да, нағашымның үйіне кетіп қалдым. Сөйтіп сол кеткеннен бір жолата жазып кеттім. Отбасылық өмірге қадам басқаным кеше ғана болғанымен, аз ғана уақыттың ішінде жалғыз басты ана статусына ие болдым. Дегенмен өткеніме ешқандай өкінішім жоқ. Өйткені мен үшін бақыттың кілті еркекте емес. Менің ұстанымым бойынша бақыт әр адамның өз бойында, өз ойында, өмірлік ұстанымында. Тағдыр деп тағдырды да кінәлауға болмайды. Өйткені тағдырың өз қолында дегендей, тағдырдың көлеңкелі тастарынан күн сәулесіне қарай өзіміз жол таба аламыз. Бастысы денсаулық пен жанымыз тыныш болсын. Жаның тыныш болса, миың да тыныш. Ми тыныш болса, жұмысыңда берекелі, еңбегің берекелі болып жатса, әл-ауқатыңда, тұрмысыңда жақсы болады. Өмір деген бір-ақ рет беріледі. Бақытың өз қолыңда. Мен нағашым келмет көкемнің үйіне кетіп қалған соң, ғалым қоңырау шалып менің сонда екенімді білді. Білгенмен артынан бірден келмеді. Үшінші күндігінде кешке қарай келіп, Гүлнұр, кім байынан таяқ жемейді? Барлықта таяқ жейді ғой. Таяқ жемейтін қатын жоқ шығар. Не болды сонша? Бір ұрғаннан кетіп қалғаным. Енді мен сені шешеме қаратып, айқайлатып қойып, үндемей отыра берейін бе? Дейді, бетіме қарап сабырлы түрде. Осылай болуы қалыпты жағдай секілді. Мен оған ақталып бірдеңені түсіндіріп жатпадым. Өйткені ол бәрібір мені түсінбейтін еді. Ғалым орта білімді, жұмыста қоймада тауар жіберетін жерде жүргізуші, жүк тасушылармен бірге жұмыс жасайтын. Ата-анасы араласатын ортасында таным түсінігі бойынша әлдеқайда артық алып қалған еді. Менің қателігім осы дұрыс білмей, ата-анасын да дұрыс білмей жатып, асығыстау шешім қабылдап, тұрмысқа шығып кеткенім еді.
Екеуміз бірге тұра бастағанда ғана оның көп кемшіліктерін байқай бастадым. Сонда да көп нәрсеге көз жұма қарадым. Оның үстіне екеуміз үйлене салып аяғым ауыр болды. Егер өзім секілді көзі ашық, көкірегі ояу, пайым парасаты жоғары жан болғанда мүмкін жақсы отбасы болып кетер ме едік. Кім білсін. Қандай ер азамат кеше ғана оның перзентін өмірге келіп, аяқ қолын бауырына да алмаған әйел адамды еркекті ұрғандай жұдырықтайды. Бір қол көтерген адам екінші рет және қол көтереді. Енемде өзі әйел бола тұра елдің жанын төсіне алмай, байырғы бір құрсаудан айналып шыға алмай қалған өзіндік түсінігімен көз ашық, көкірегі ояу. Әдеп ғұрыпты білетін, тағам дайындап, кір жуу, үй шаруасы. Істігуге анамыз жастайымыздан баулап, өмірді көріп, келе жатқан маған қандай үлгі, өнеге парасат көрсетті. Тырнағастан кіріздеп отыратын, босанған соң есімді жиюға да мұрша бермеді. Бұл қазіргі қоғамдағы өте өзекті мәселе. Келін мен ененің жыры емес. Қазақтың менталитетіндегі бойға сіңіп кеткен әдет дейін бе, әлде көзге үйреншікті жағдай ма білмедім. Келінді қолдай көру, әйелді қызметші, басы байлы, сатындай көру. Мен өзімді ондай өмірге лайықты санамадым. Мен ондай ененің сөзін естіп, байға қадірсіз болып, оған перзент туып беріп, қызметін жасап және таяғын жеп, көзім көгеріп, езіліп отыра беретін жан емеспін. Өмір бір-ақ рет беріледі. Ондай адаммен тағдырымды тоғыстырғанша жалғыз өзім өмір сүргенім артық еді. Бастапқыда Талғаттың анасы бізге тең емессің деді. Кейін әл-ауқаты өзіме тең адамға тұрмысқа шықтым. Ол жерде не көрдім? Пәтер жалдап тұрдық. Нәпсісін дей алмайтын жанымды төсіне алмаған адаммен өмірімді қор етуім керек педі. Қызым мұндайды көргенше көрмегені артық деп шештім. Ғалымның айтуынша, байдың таяқ жеу бұл қалыпты жағдай екен. Алайда мен үшін бұл надандық, мен әпкелерімнің тағдырын қайдалағым келмеді. Бақытсыз болып өмір сүргім келмеді. Сөйтіп күйеуімнен ажырасып бар жиған тергеніммен көзімді жұмып, тәуекелдеп Алматыға көшіп кеттім. Алдымен ата-анам, кейінгісі жұмысымдағы басшылықтың арқасында, сол жердегі адал дос құлбардың арқасында қаладан бір бөлмелі пәтер сатып алдым. Анамдар ауылға кел деп еді, оған келіспедім. Әпкем айтқандай, оларға масыл болып, жеңгелеріме сүйкімсіз болып, отырғым келмеді. Сөйтіп 40-нан шыққанша анам келіп қарасты. Сосын емізетін бала күтуші жалдап, жұмысымның филиалына жұмысқа шығып кеттім. Әрине бастапқыда қиын болды, бірақ сонда да мойымадым. Мен жалғыз емеспін, енді қызым бар деп, екеуміз үшін тырыстым. Қызым бір жасқа толғанда бар жинаған қаражатыммен тәуекел етіп, жеке бизнесімді аштым. Бұл істің қыр-сырын әубастан жақсы меңгергендіктен, ісім алға басып, бизнесім дөңгеленіп, 2 жылда бір бөлмелі пәтерімді сатып, 3 бөлмелі пәтер сатып алдым. Одан кейін екінші дүкенімді ашып, астыма көлік алдым. Қызымды жақсы мектепке бердім. Демалыстарда шетелге шығып, саяхаттап қайтатынбыз. Қазірде жағдайым жақсы, Аллаға шүкір деймін. Ғалыммен ажырасып кеткеннен кейін көп ұзамай оның бір келіншекпен бірге тұрып жатқанын естідім. Екеуміз ажырасып кеткеннен кейін артымыздан іздеп келмеді. Қызын да іздемеді де, сұрамады да. Бірақ мен қызымның туған әкесімен араласуына ешқашан қарсы болған емеспін. Оны жамандаған да емеспін. Өмір алда, егер әкемді көремін, танысып араласамын десе, қарсы болмаймын. Ал ата-анам, әпке, бауырларым, нағашым барлығы аман есен жүріп жатыр. Іштей осы жаныма жақын жандардың амандығын тілеп жүремін. Айнұр сіңілім универді аяқтаған соң шетелге оқуға кетіп, сол жақта қалып, жұмыс жасап жүр. Өзі секілді оқыған жақсы ер азаматқа тұрмысқа шығып, 2 ұл тәрбиелеп отыр. Мен де жалғыз емеспін. Қазіргі таңда жанымда мені түсінетін, қадірлеп, алақанына салып, аялап жүрген ең алдымен дос болған екінші өмірлік жолдасым бар. Айдар екеуміз ортақ достарымыз бар, жақсы араласатын жандар едік. Айдардың әйелі жаны өте жақсы келіншек еді. Кіші ұлын босанғаннан кейін комаға түсіп, өмірден озды. Айдар 2 ұлымен жалғыз қалды. Біз достарымызбен Айдарға барынша қолдау көрсетуге тырыстық. Айдар жоғары білімді, жақсы жете қызмет істейтін, түсінігі мол, нағыз ер азамат болатын. Жұмыс бабымен шетелге көп шығатын. Сонда кішкентай ұлына мен көп қарасып жүрдім.
Үлкені колледжде оқитын. Өте тәрбиелі, жақсы бозбала болатын. Осы сәбиге қарасып жүріп оған бауыр баса бастадым. Қызым да оны жақсы көріп кетті. Сөйтіп Айдар екеуміз бір-бірімізді бұрыннан білетін жандармыз. Ол да жалғыз, мен де жалғыз. Алдымен балалар толыққанды отбасы болсын деп отбасын құрдық. Тең-теңмен тезек қабмен деген сөздің астарында тек қана әлеуметтік теңсіздік қана емес, адамның білім деңгейі, дүниетанымы, пайым парасаты, өмір жайлы түсінігі, көзқарастарда ортақ болуы керек шығар. Осы тұрғыдан біз Айдар екеуміз тең едік. Ғалымға шыдамадың ба? Мен не үшін ондай адамға шыдауым керек? Жастығымда таяқ жеп, көзім көгеріп, өзімді тірідей көміп тастауым керек пе еді? Бақыт деген осы деп сондай адамға байланып қалуым керек пе? Бақыт адамның өз қолында. Мен өз жүрек қалауыммен істедім. Менің бақытым балаларым. Анасыз қалған балаларға жақсы ана болып отырмын. Толыққанды, үйлесімді отбасымыз. Сүйекті ісім бар, жанымды айтқызбай қоғатын, жолдасымен үйлесімділікте өмір сүріп жатырмыз. Айтқым келген негізгі ойым, әйелдер қауымы өз-өздеріңізді қадірлеңіздер. Сізді ұрып-соғып қадірлеріңізге жетпейтін еркекке байланып қалмаңыздар. Бала үшін деген мен де балада әкеден үлгі өнеге алады. Өйткені ата-анам мен үшін идеал болды. Отбасы деген осындай болу керек деп біз де ата-анамызға қарап өстік. Осы себепті де сондай отбасы болуға тырысамыз. Мен ешкімді ажырасуға үндеп жатқан жоқпын. Тек әйелдер өз-өзін бағаласа, қадірлесе екен деймін. Баршаңызға рахмет.